Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы киім дүкенінде. Мақсаты киім атауларымен танысу, сауда жасауға қажетті сөздерді меңгеру. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «В магазине одежды». Сегодня познакомимся с названиями одежды и изучим новые слова. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: өлшем, размер, баға, цена, түр, вид, малақай, малахай, букебай, шаль, бәтеңке, ботинки, белдемше, это юбка. Қайталаймыз: өлшем, баға, түр, малақай, букебай, бәтеңке, белдемше. Жарайсыңдар балалар. Енді мына киім атаулармен танысайық. Қайталаймыз: белдік, қолғап, шұлық, шалбар, етік, тон, жейде. Жарайсыңдар балалар. Енді осы сөйлемдерді қатыстырып өлең оқимыз. Ребята, теперь давайте прочитаем стихотворение, используя эти слова. Менің киімдерім. Буынғаным бір белдік, мұны кәне бір делік. Екі қолғап, бір шалбар, және үстімде бір тон бар. Барлық бала кимей ме? Екі шұлық, бір жейде. Оған енді тосылмай, екі етікті қосыңдар. 10 болды ма барлығы? Есте сақтап қал мұны. Ребята, еще раз выразительно прочитайте стихотворение. Келесі, 6-шы тапсырма, диалогты оқы. В 6-м задании вам дан диалог, у которых пропущены слова. Вам нужно будет их найти и поставить. Приостановите видео и попробуйте это сделать. Енді жауаптарымызды тексерейік. Сізде 35-ші өлшем бәтеңке бар ма? Сізге қандай түсі керек? Қоңыр түс бар ма? Мынадай үлгі ұнай ма? Осы үлгіні іздеп едім. Бағасы қанша? 5000 теңге тұрады. Бағасы қымбат емес. Ақшаны қайда төлеймін? Кассаға төлейсіз. Рахмет. Сонымен балалар, сіздердің жауаптарыңыз дұрыс болды деп ойлаймын. Ребята, я надеюсь, у вас все правильно. Енді 4-ші тапсырма, жазбаша жұмыс. Сатушы мен сатып алушының сөздерін анықта. Вам нужно определить слова продавца и покупателя. Мысалы, бағасы қанша? Сколько стоит? Это предложение покупателя. Вот таким вот образом вы распределяете предложение по пунктам. Это задание письменное, выполняете в тетради. Келесі 7-ші тапсырма, сөйлесейік. Мына суреттерге қарап, балалардың не алып, не алмағанын айтамыз. Ребята, используя эти картинки, вы должны рассказать, кто что купил, а кто не купил. Мысалы, Серік малақай сатып алды. Серік купил малахай. Ал Жадыра малақай сатып алмады. А Жадыра малахай не покупала. Таким образом, вы продолжаете это задание устно. Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.